Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la ilme lena illa ma alamtena innaka entel alimun hakim. Amma ba'd. Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bavurlar. Allah subhanahu wa ta'ala alыстан жақыннан келген баршамыздың басып келген қадамдарымызға сауаптан жазып, дәрежелерімізді өсіріп, пенделікпен жасаған қате күнәларымызды кешірген болсын. Алла субханала ва тағала оқыған ақшам намазымызды, жасаған дұға, мінәжаттарымызды Алла тағала қабыл еткен болсын. Осы отырысымызды хайырлы отырыстардан болды Алла тағала жазған болсын. Біз өткен сабағымызда Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қиямет қайымда махшар әлемінде бүткіл адамзат бір жерде болып, соның ішінде 7 адам, яғни 7 сипаттағы адам аршының көлеңкісінде болады деп өткен уағызымызда біз бастаған болатынбыз. Соның нешеуін өттік өткенде? Біреуін бірінші не деп айттық? Әділ басшылары. Әділ боласыздар ма енді? Әділді қолға алайық жігіттер. Өткенде айттық қой, иншалла. Арамызда Құдай қаласа болашақ әкімдер отыр, иншалла. Болашақ министрлер отыр ортамызда. Құдай қаласа ел басқаратын, ел ағасы боласыздар, Құдай қаласа. Сол мезетке Алла жеткізсін. Сол жерге барған кезде осы хадис есімізге алайық сол кезде. Қазақ айтады ғой, екі нәрсенің иесі жоқ дейді. Тақ пен табыттың иесі жоқ. Осы отырысқа көп адамдар отырып кеткен, қияметке шейін көп адамдар отырады осы жерге. Табытқа да көп адамдар осы күнге шейін жатты, әлі қияметке шейін қанша адам жатады сол табытқа. Осы екі орынның орны жоқ, иесі жоқ дейді. Сол үшін басшылық өткен сабағымызды біз өттік. Ол мақтанып, мансайып, марқайып, былайша айтқан кезде ол авторитет емес, ол басшы бол деген. Басшылық деген біз өткен сабағымызда өттік, үлкен жауапкершілік. Адамның алдында, Алланың алдында ертең қатты сұралады сол басшылар. Егер әділ болатын болса, Алла субханала ва тағала оларды марапаттайды дейді Расулалла. Бүткіл халайық молда ең бірінші солар шайын деп жатыр. Қараңыздар, бүткіл халайық тұр ана жерде. Бүткіл халайықтың ортасынан ең бірінші әділ басшылар шығарады дейді Алла тағала. Пәленшенің баласы пәленше, ол әйел адамдар да болуы мүмкін. Пәленшенің қызы пәленше болуы мүмкін да ол кісі. Сол сипатта болса болды. Оған бірақ сипатты талап етіп тұр, әділдік болу керек мойнында. Солар шығарылады екен иншалла. Екінші сипат кімді айтты? Алла үшін дос болғандар. Мансап үшін емес, дүние үшін емес, біреу спортсмен болғандықтан авторитет үшін емес, ертең сондай төбелес болса шақырамын соны деген. Ондай емес. Біздің достығымыз кім үшін болу керек еді? Алла үшін болу керек. Алла үшін болған жерде біз өткен сабағымызда өттік оны. Шамамыз келгенше не ол жерде ренжу бір-біріне, міндет қылу, әңгіме айтылмау керек. Алла үшін ғой сен себебі. Қазір мына бауырым, жігіттер кішкене бір қол көрсетіп жіберіңдерші, көмек керек болып тұр десе, мен Алла үшін баруым керек. 10 жылдан кейін мен де бұл жігітті шақырған кезде бұл жігіт келмей қалса, мен айтпауым керек телефонмен. Бауырым, сен өзің шаруаң бітті болды ма не? Енді менікі де келді ғой, сондай көмектесіп жібермейсің ба? Бауырым, ренжіме, қолым тимей жатыр десе, мен сондай ма? Деп мен әңгіме айтпауым керек те бауырыма ше. Себебі мен Алла үшін бардым ба, болды, Алла үшін жабу керек қазанның есігін. Ашпау керек оны сен. Егер өзім үшін, осыған жақсы көріну үшін болатын болса, ол да сол кезде айтылады ол. Ондай болатын болса, Алла тағала Құран кәрімде өздерінің мынау еңбек етіп тапқан сауаптарында жойып жібермеңдер дейді. Қазақ оны былай деп айтады. Сауаптың түбі не дейді? Тесік дейді. Түбі тесік шегелік деп жатырмын. Тесік емес, ол бүтін негізінде. Оны өзіміз тесеміз. Қашан тесіледі? Міндет қылған күні. Оған ренжіген күн тесіледі ол нәрсе. Кәдімгі ренжіп кетеміз. Одан гөрі бармай қойған жақсы еді, соған ше. Одан гөрі шақырмай қойған жақсы еді. Сол үшін Алла үшін дос бол, өте ауыр өткен сабағымызда оны өттік. Алла үшін дос бол, өте ауыр жол. Бірақ сондай басқыштардан өту керек. Сол кезде иншалла ақыретте, махшар әлемінде сол адамдар шақырылып, иншалла топ-тобымызбен шығамыз Құдай қаласа сол жерде. Достар бір-біріне шафағат етеді сол жерде. Біз анау да досым еді, мынау да досым еді, шығара бәрі шыға берсін дейді, шықсын бәрі. Алланың мейірімі шексіз ғой ол жерде. Ол жерде 1000 адам, миллион адам деп сан айтылмайды ол жерде. Кім сол сипатқа енген еді, бәрі шығарылады. Барып аршын көлеңкісінде адамдар азапталып жатқан кезде мына күннің астында. Олар не істенеді? Салқын саяда кәдімгідей демалып отырады олар. Себебі ол өткен сабағымызда өттік, махшар әлемі оның мына қашан бітетін сан күн айтылмаған ол жерде. Мәшаллаху дейді Расулалла. Алла қалағанша тұратын күн деген.
миллион жыл ма, миллиард жыл ма, Аллах алам дейді ғалымдар айтады. Білмейміз қанша уақытқа созылады ол. Прям солай тұра беру азапталып адамдар. Тұрып көрші, 10 минут тұрып көрші орнынан. Аяғы кезіп кетті, отыра қоямын. Отыра алмайсың ол жерде. Адамдардың соншалықты бір жерде болып тұрғандары, жеті саппен періштелер қоршап тұрады жан-жақтан. Күн жаңғырда атылады деді Расулалла. Әркім өзінен шыққан терге малынып, азапталып тұрады ол жерде деді. Сол жерде екінші сипатты кім шығарылады екен? Алла үшін дос болғандар. Құрметті бауырлар, демек өткен сабағымды қайталап жатқаным ғой. Біз дос болсақ, Алла үшін дос болайық. Екінші бір хадисте пайғамбар айтады, Алла үшін дос болу керек, Алла үшін айырылысу керек дейді. Алла үшін қалай айырылысасың? Яғни бір бауырыңызды, досыңызды Алла үшін оны жақындаттыңыз, тарттыңыз, бірақ ол сізді басқа жаққа тартып жатыр. Ол жаман жерлер жақсы көреді. Казиноны жақсы көреді ол. Ол жаңағыдай бір жаман жерлерді жақсы көреді. Енді Алла үшін айырылысыңыз сол жігітпен. Жүрмеңіз онымен. Себебі оның қара күйесі жағылып кетпесін сізге. Оны шамамыз келгенше тартуға тырыстық. Егер онымен байланыса бересең, ол сені тартып кетіп жатыр ары қарай ше. Алла сұрасын. Сондай жол кесер бір бандит па, білмеймін ғой енді кім екенін. Онымен Алла үшін енді үзу керек, ара жіпті үзу керек. Бірақ Құдай үшін болу керек ол. Алла үшін болу керек. Сол кезде Алла Тағала сізді иншалла сол mahшар әлемінде не істейді екен? Марапаттайды екен. Үшінші кімді? Балалық шағынан өмірінің соңына дейін толық Алла жолында өткен адамдар. Кім ол? Яғни Алла нені бұйырды, соны істеді, неден қайтарды, содан қайтты. Өте ауыр жол, өте оңай емес, қиын жол. Бірақ сол жолдан не өткен сабағымызды біз оны өттік, біліммен болу керек. Біз өткен сабағымызда тоқталған едік, қазіргі таңда келіп алып, абайың адасқан, шәкәрім шатасқан деген сөзді қою керек. Біздің алдымыздағы ата-бабаларымыздың жолын ешқашан қайталамаймыз жігіттер. Себебі оны Расулалла айтып жатыр. Мынау дін аманат сендерге бейтаныс халінде келді, бейтаныс халінен сендерден кетеді деген хадис бар. Не деген ол? Расулалланың уақытындағы істегенді кейін сахабалар істей алмады. Сахабалардың уақытында істеген мәселелерді одан кейін табиғанда істей алмады соны. Табиғандан істеп тұрғандар одан кейінгі атпаға табиғанда істей алмады. Осылай барған сайын әлсіреп жатыр негізінде. Барған сайын енді төмен қарап кете береді. Дін бұлай күшіне бір неге шықты да, енді тек қана істеп жатыр, төмен қарап түсіп баратыр. Қазір осы біздің ғасырымыздағы 21-ші ғасырда бізбен сіздің қазір бірдеңе істеп жатқан секілдіміз ғой отыр. Осыны бізден кейін ұрпақтарымыз істей алмайды. Біздің алдымыздағы ата-бабаларымыз істеген біз істей алмаймыз, бауырлар. Мүмкін емес. Өткен сабағымызда өттік қой. Біз сияқты мынандай қазір крузак осындай 200 джип мінген жоқ олар. Олар мынандай қымбат телефон ұстаған жоқ. Бірақ олар рухани байлықтар өте жоғары болды. Олар рухани азғындыққа ұшыраған жоқ біздің аталарымыз. Осыншама жерді аманат етіп, Алланың қалауымен, имандарының беріктігімен, сол ата-әжелеріміздің берген тәрбиесімен, дін аманатымен жер сақтап қалды солар. Оңай емес, соншама жерді алу, бір мемлекеттерді қарап отырсаңыздар, 6 сағаттың ішінде шығып кетеді екенсің, бір жағына екінші жағына. Біздің бір қаламызда екінші қалаға неше суткамен жүріп келесің ғой? Өткенде Ақтауға ұшқан кезде 3 сағат 10 минут па ұштық. Пойызбен барсаң 3 сутка жүріп барады екенсің Маңғыстауға. Субханалла, не деген жерімізде Аллах берген ғой бізге. Осыны уақытында алып қалды ғой біздің ата-бабаларымыз. Сонау жоңғар шапқыншылығынан келе беріңіз, одан кейін моңғол шапқыншылық, одан кейін кешегі орыс патшалығы, ашаршылық, қаншама мың тілген қазақпыз ғой негізінде. Бірақ соның бәріне өтті ғой біздің бабаларымыз. Сүрінбей, жығылмай, ешқандай еңселерін төмен салбыратпай, кәдімгі тіке көтеріп, өзіміздің ішкі сыртқы тәртібіміз бәрін шегелеумен бірге сыртқа көмектескен біздің бабаларымыз. Сол Египетте жүрген кезде бейбарыстың ұрпағымыз деп жүрдік қой мақтанып сол жерде. Арабтар бізді төбесіне көтеріп жүрді. Бейбарыстың ұрпағы екенсің ғой айналайын деп. Сендердің аталарыңа рахмет дейді. Бізді осы жерде Мұғтазила деген жамағаттардан, мына моңғолдардың несінен сақтап қалған сендердің аталарың дейді. Әйтпесе бір жерге құл болып барған, мәмлүк болып барған біздің атамыз мемлекет патшаға жүрген ғой сол жерде. Соны қалай жетті сондай дәрежеге? Ол тақуалықтарымен, біліммен, даналықтарымен, имандылықпен жетті. Әйтпесе біз арабтарды көрдік, олар біреуді бас жету былай тұрсын, мойындамайды ешкім олар. Бірақ мойындатты ғой соларды. Қазір біз мойындатамаймыз оларды барсақ. Кімсің сен дейді. Біздің соншалық ұқсатталып кеткеніміз өте біз төмендеміз. Сол үшін айтқым келіп жатқан өткен сабақта біз оның бәрін өттік. Біздер сол ата-бабаларымыздың істегенін істей алмасақ та шаңын ілесейік солардың. Тіпті солардың етегіне жармасуға шақырамын. Олардан асып түсейік деп айтпай қойын. Ол мүмкін нәрсе емес. Себебі неге?
Мен өзім талай нағашы әжемден естіп өстім, аталарым айтып отырушы еді. Ол кезде мынандай кісілер болған. Аққан суды теріс ағыз деген естісіздер ма? Мына Қожекеңді жақсы біледі соны. Сондай қазір соны аңыз ретінде айтып жатырмық. Кейбір бауыр айтсаң, сказка айтпашы дейді. Шынымен сондай болған ғой уақытында. Енді қаншама мұхит асып, шетел асып оқып келсек те, айтайын, әлі Қазақстанда естіген жоқпын. Аққан суды теріс ағызатын шейх мына бауырым. Машалла. Жоқ ондай әлі. Ал біздің ата-бабаларымыз сондай шетел асып оқымаса да, бірақ сондай дәрежеге жетті ғой сол кісілер. Менің бір нағашы атам, әкем айтқан еді. Жаңағыдай көшіп қонып жүрген кезде, сол жазғы қыстауға барған кезде, жаңағыдай юртаны тігеді екен, киіз үй дейміз ғой. Сөйтіп айналасын үлкен қылып мынандай сызық сызады екен. Ровно. Сөйтеді екен де жаңағы нағашы атамыз жаңағыдай қара құрт деген болады екен сол жерде. Соны дұғасын оқып, сол линияға байлап тастайды екен қара құрттарды. Таңертең таң намаздан кейін қарасаң, бүткіл қара құртты сүре домаланып, линиядан өте алмай жатады дейді сол жерде, домаланып. Қайттан дұғасын оқып, бәрін қайттан босатады дейді. Одан нағашы әжеміз айтады екен, жата берсін де тиіспесейсіз. Жоқ, бұл да Алланың мақұлығы. Бұл бар ризығын жесін деп қайттан жібереді екен бәрін. Кешке қайттан соны істейді. Бір қара құрт ана неге кіре алмайды екен ішке. Линиядан өте алмайды дейді. Ал сол дұғаны қазір кім біледі бізде? Мысалы мен білмеймін сол не айтқан ол кісінің. Кәдімгі Құранды ашып, Құранның ішіндегі аяттарды оқып сол кісілер. Кәдімгі соны пайдаланған сол кісілер. Яғни сондай әулиелік дәреже жеткен ғалымдар болғанда біздің бабаларымыз ше. Бірақ оны істей алмай жатырық қой біздер. Мойындау керек. Демек, сондай ата-бабаларымыздың істегендерін абайың адасқан, шәкәрім шатқасқан емес, олардың етегіне жармасуға шақырамын. Хотя солардың етегіне жармасайықшы біз. Сол кезде бәрі жақсы болады екен. Үшіншісі ме еді бұл? Төртінші кімді айттық? Өткенде соны бастап барып тоқтаған болатынбыз. Бүгін соны біраз соны қорытындылап, кейін бесіншісіне өтеміз иншалла. Демек, жүрегі мешітке байланған адам, сипат, яғни сипаттағы адам, иншалла солардан бірі болып нәсіп етсін бізге иншалла. Сол адамдар, пайғамбар айтып жатыр, адамдардың ортасында не істелінеді дейді, шығарылады. Қайда? Аршының көлеңкесіне барып отырып демалады олар. Яғни оларды жеке күтіп жатыр. Адамдар азапталып жатыр мына жақта. Оларды сол бөліп алып, мына жаққа жеке күтіп жатыр да, мына жақта ше. Не үшін десе, себебі ол төртінші сипаттағы адам жүрегі мешітке байланған адам еді. Енді ол не деген ол? Азаннан кешке дейін мешітте отыр деп жатқан жоқ ол жерде. Жүрегі мешітке байланды деген адам, мысалға таң намазынан мешітке келеді де, одан кейін барып жұмысын тірлігін жасайды, бірақ ойының бәрі песін намазбен алаңдап жүреді. Қайта-қайта сағатқа қарайды, бір-бірінен сұрап қойды, уақыт болып қалған жоқ па, не болып жатыр? Нет қалмайық. Яғни ана уақыттың бәрін сол намазына турлап жүреді. Қазір намаздың уақытына дейін мынаны жасап тастайын, мынаны істеп тастайын. Қазір намаз уақытына кедергі болмасын маған деп бәрін ашып жүретін адам да ол. Жүрегі байланған. Ойын бәрі не ойланып тұр? Мешіт болып тұр. Қолы босап демалысқа шықты дегенше, жаңағыдай бильярд ойнап саунаға кетпейді олар. Олар жаңағыдай не істейді? Осындай мешітке келеді. Өткен айттыға жүрегі мешітке байланды. Мешіт деген не бұл? Бұл мешіт бәрімізді бір жерге жинап, біздің ниетімізді, жүрегімізді жинайтын орын мына жер. Бұл жер Алла Тағалаға сәжде қылатын орындар да. Бәрімізді мешітке жинаудағы мақсат не? Бәріміз бір атаның балалары екенімізді бізге айтқысы келеді. Алла Тағала Құран кәрімде иннамал муъминуна ихва. Расында момындар сендер бір-бірлерінің кімсіңдер дейді? Бауырсыңдар. Бауырлығымызды осы жерге растаймыз. Демек, жүрегіңіз осы мешітке байлану керек. Және сол бауырластыққа алып келетін жерге кету керек біздер. Қолымыз босап, демалыс күндері ата-анамызды зиярат етейік, ағайын туыстарды аралайық, ауырып жатқан кісілерді зиярат етейік, қарттар үйіне барайық, балалар үйіне барайық, анау қабірге барайық дейді кеше. Ол қабірге тек қана бір адам қайтыс болғанда ғана барамыз да, содан соңғы мәрте кімнің қашан барған есінде жоқ. Ал бірақ пайғамбарымыз саллаллаху бір жетте бір мәрте баруға бізге өсиет қылған еді сол жерге. Барыңдар сол жерге дейді. Неге? Ол жерге барсаңдар қияметте естеріңе түсіреді. Қабірге барып ешкім бизнес ойлап тұрмайды ол жерде. Тәуек анау бизнес не істесем екен, ананы үйтсем екен. Жоқ, ана жатқан төмпешектер сенің бизнесіңнің бытшын шығарады. Сен анеге барған кезде мүлдем нең өзгеріп кетеді, ойың өзгереді сенің. Бір күн келіп сенде сол жерде төмпешек болып жататыныңды да сен есіңе түсіреді. Сен жүре берме бизнес қуалап. Сенің тағдырыңдағы нафақаңнан басқа ақша келмейді саған. Қайда барсаң оқа бар. Кейде біреулер бір жұмыстан шығып, екінші жұмыс істегісі келеді, одан үшінші жұмыс істегісі келеді. Өткенде бір бауырым айтады, жұмыстан шығып, таксовать етемін дейді, қалаға шығып. Бір адам мінбейді машинамен дейді.
Сонау жолын ашып бересің бе деп келген ғой енді. Бірден осы имамға келе беретін болды ғой қазір. Сол нелерің бар дейді, не істесем болады дейді. Ойбай не болды? Сол жұмыстан шығамды, барып таксовать етіп, кішкене және қаржы көбірек алғым келеді. Бірақ мінбейді, убиткаға кеттім дейді. Бензиным расход болды, пробкада тұрдым қанша уақыт дейді. Мен күліп жатырмын да, аға сіз қызықсыз деймін да. Сіз біреудің нәпақасын ешқашан тартып ала алмайсыз. Мен өткенде бір таксиде болдым дедім ол кісіге. Сол таксиге қарап отырсам, ол кісі басқа қаладан келген екен осы жерге. Баласы студент екен. Баласы күндіз сабаққа барған кезде әкесі таксовать етеді екен. Кешкі уақытта баласы оқудан келіп, сол рульге отырады екен, сол таксовать етеді. Сонымен ауылында үй соққан бұлар, көп нәрсеге қол жеткізген ана кісі айтып келе жатыр да, таксист. Мен айтамын, оның нәпақасы, соның ақшасы көшеде жатқан, ол жинап жүр соны. Ал сіз оны жинай алмайсыз ешқашан. Жинай алмайсың оны. Неге? Біреудің ризығын біреу жей алмайды. Сол үшін жаңағыдай, себеп ол сіз сияқты жұмыс жоқ қой оның. Күнделікті ресми жұмысы жоқ адамдар. Ал сіздің жұмысыңыз бар ғой мына жақта. Алладан берекет сұраңыз сол жұмысыңызға. Уақытылы барыңыз, уақытылы жүріңіз, ешкімге қиянат қылмаңыз. Жұмыстан босадыңыз ба, барып жуынып, шайынып, білім алуға, сабаққа келу керек. Мешітке келіп кішкене рухани нәрсені байыту керек. Сол нәрсемен айналысу керек еді олар. Сол кезде анау кәсібінің берекетін болатын еді оған. Ол тұрды да жұмыстан шығып, және жұмыс істеймін дейді. Жоқ, істесең істей бер, бекерге шаршайсың. Бекерге өзің уақытыңды алып жатсың ана жерде. Неге? Себебі біреудің ризығын ала алмаймыз. Одан гөрі демалыс күндері жаңағыда пайдалы нәрсемен айналысайық. Біз өткенде айттық қой. Мұны Алла Тағаланың берген Алатау ғой бізде. Алатау, бұл көп қалаларды көріп жүрміз, бұл Алланың бергені Алматыға. Алматыда қала мен көрген жоқпын. Мүмкін бір жігіттер айтып жатыр, Канада ұқсайды дейді. Канада әлі болған жоқпын. Бірақ басқа мемлекеттерді салыстырмай жатырық. Табиғат келмейді екен. Бізде Алматының табиғаты да, жері де мүлдем ерекше. Бізде қалай болады? Сол сенбі, жексенбі күнгі бүткіл проблеманы соңғы қойып қоямыз. Алматыда жүрмін ғой деймін де, кейбір жігіттердің Шымбұлаққа қашан барған есінде жоқ. Бір туыстары келгенде ғана барып алып барады сол жерге. Күніге барған сияқты мақтанып көрсетеді де. Ой, қарасаң, деп көрсетіп. Бірақ ол алдын қашан келген есінде жоқ соның. Алматыдамыз деп жүре береді. Ал басқа ұлттарды барып қарасаңыздар, жексенбі күні кәдімгідей телефонын сөндіріп тастап, әйелі бала шағасын машинасына отырғызып, анау жейтін тамақтарын бәрін салып алып, добын алып алып, барып таудың басына кәдімгідей көкке отырып, балалармен доп теуіп, көңіл болып, ана кісілер де кішкене тауды көріп, табиғатты көріп, бала серпіліп, көңіл ашылады ана жерде да. Әйелі кісілер де кішкене жауалтаңдап қалады. Олар келесі күнді күтіп жүреді, сол күні сіздің демалысыңызды тілеп жүреді да Алладан. Осындай нәрсеге біздер не істеу керек? Әдеттену керек. Жүре бермеуге салпақты. Біз не істейміз? Жексенбі күні обязательно сол күні машина СТО-ға кіру керек. Обязательно сол күні мойкаға кіру керек машина. Обязательно сол күні Алтын Ордаға продуктіге бару керек. Тағы басқа. Сөйтсем дүйсенбі күні қайтадан жұмыс басталады. Осылай айналып жатқан уақыт, кетіп жатқан уақыт. Демек, жүрегі мешітке байланып жаңа айттық. Мешіт бізде не нәрсеге алып келіп жатыр? Бұл жер бір болуға. Адамдық қасиетке кіретін нәрсенің бәріне баратын болсаңыз, сіз осы сипатта боласыз иншалла. Яғни пайдалы нәрсемен өткізу деген мағына ол жерде. Азан кешке мешітке кіріп алып отыр деп жатқан жоқ ол жерде. Омар Радаханұлы бірде мешітке келгенде қараса, бір жігіттер отыр дейді мешітте. Намаздан қалып қойған ғой. Не істеп отырсыңдар десе, Алла зікір қылып отырмыз. Көріп тұрмын не істеп отқандарыңды. Бала шағаң кім бағып жатыр сен? Ағам бағып жатыр дейді. Менің үлкен ағам бар, ол жұмыс істеген кезде тапқан жалақы екіге бөлінеді дейді. Бір бөлігі өзінің отбасына кетеді, бір бөлігі маған келеді дейді. Сол кезде Омар Радаханұлы сол жігіттерді қуып шыққан екен мешіттен. Кетіңдер бар жұмыс істе. Сенің ағаң жақсы екен деп. Біздің шариғат асыл дініміз азан кешке мешітте отыруға бұйырмайды. Құлшылығыңды жаса, ол біткеннен кейін не істе? Барып тіршілігіңді істе. Пайғамбарымыз не дейді? Нағыз мұсылман адам дүние деп ақыретін тастап қоймайды. Ақырет деп дүниесін тастап қоймайды. Екеуі қатар келсе, дүниені тоқтатады да ақыретті жасайды дейді. Яғни намаз қатар келіп қалса, намаз оқып алайық, одан кейін қайтадан жұмысты жалғастыру керек. Тіпті мынау сахабалар, одан кейін табиғиндар, одан кейінгі солих ғұламалар біткен екен. Жұмыс істеп тұрған кезде, мынау егер ағаш ұстасы болса да, қолында балтасы бар ғой. Анау ағашты шауып жатқан кезде, көтерген кезде Аллаху акбар деген азанның дауысын естіп қалса, мына ұра салмайды екен. Соңғы удар ұра салайын деп. Мына балта арқаға кетеді дейді. Арқаға лақтыра салады екен. Азан дауысын естіді ғой себебі. Олар өмірлерін осылай өткізген. Тіршілікті істейтін болған, бірақ ойы алаңдап тұратын болған. Намаз уақыты келіп қалды ма, жақындап қалды ма, біз не істейміз?
Жоқ, кино бітсін, футбол бітсін. Бар ғой уақыт, асырға шейін қайда әлі? Давай, Головкин, давай. Ур. Осындай нәрседен сақ болу керек. Осы жерде мынау лағнетті шайтан қатты жұмыс істейтін кезеңдер, осы жерде сізді не істейді? Шалқытады. Ол оқисың ғой, асықпай. Намаз қашпайды бауырым дейді. Бір бауырымыз айтқан екен, жаңа оразан кезінде болған ғой, ауыз ашатқан ғой. Ауыз аша салып, бірден ақшам намазды оқуыңыз керек қой. Бауырлар, сол күніге оқып жатқан ақшам ғой, бүгін не де салайшы деп айтады дейді. Аузымыз ашып, тамақ жеп алайық деген ғой енді. Күніге оқып жатқан намаз ғой, соны бір күнге не де салайық деп. Жоқ, ондай болмайды. Сол үшін бауырлар, мынау сәләф ғалым бар. Сәләф деген кім деп айттық? Ақидада алғашқы 3 ғасырда өмір сүрген сәләф ғалымдар былай болады екен. Кейбір сәләф ғалымдар айтқан, бір мәрте екінші сапта тұрып қалған кезде біреу айтқан екен, мен 60 жыл өмірім өтсе, өмірімде бірінші мәрте екінші сапта тұрдым дегенде намазда. Яғни 60 жыл бойы бірінші сапта намаз оқыған кісі болған сол кісі. Сөзі қатты өкінген екен. Өмірімде бірінші мәрте екінші сапқа өтіп қалдым мен. Кешігіп келген ғой намазға. Олар намаз азан айтудың алдын келуге тырысады екен. Дәрет алып, намазды күтіп, жүректер мешітке байланған адамдар ғой себебі. Жүрегі мешітке байланған адамдар жақсы көреді сол нәрсені. Екінші бір сәләфтар жаңағыда өлім сәтіне жатқан кезде төсекте жатып қалған ғой. Сөзді азанды естіген кезде көзінен жас алып жылаған екен біреу. Балалар жанына келіп, әке не болды сізге десе, мен өмірімде бір мәрте болса да мешітте азанда жанында отырдым дегенді. Өмірімде бірінші мәрте үйімде жатырмын мен қазір. Азан айтылып жатыр мешітте. Бірінші мәрте мен төсегімде жатырмын. Сол мен қатты тиіп жатыр екен ғой мына жеріме. Сөз балаларына айтқан екен, мен давай көтеріңдер, мен мешітке алып келіңіздер деген де балаларына. Өсиет қылған ғой әкесі. Сонымен жарайды деп балалар қолынан сүйемелдеп әйтеуір мешітке алып келіп, сапқа тұрғызып, сол кезде намаз басталған, намаз бітсе ана кісі қайтыс болып кетті сәждеде. Сол кезде имам бүткіл жамағат сұраған екен, мына кісі қандай адам өзі? Сол кезде балалар жылап айтқан екен, біздің әкешіміз өмірінде бір мәрте болса да намазды жібермеген еді. Соңғы бүгін азан айтылған кезде үйде жатқан еді жаңалда. Соны Алладан сұрап, өзі жылап, мен апарыңдар мешітке, мен нете алмай жатырмын деп, Алла тағала оны лайық көрді, соңғы сәті немен кетті, сәждемен кетті дейді оқысын. Демек, жүрегі мешітке байланған адамдардың Алла субханала тағала ниетіне қарай береді осы нәрсені. Және екінші баласы айтқан екен, әкем әрдайым дұға жасаған еді. Я Раббым, мені сәждеде ала көрші жанымда деп дұға қылады екен. Сол дұғасын Алла тағала қабыл етті. Ақиқатында Алла тағала рахматынан кетті деп балалар жылаған екен, баласы әкесінің артынан ше. Демек, пайғамбарымыз не деп жатыр? Жүрегі мешітке байлануымыз ол бізге жақсы. Неге? Әрдайым сіз мешітпен алаңдап жүрген кезде, иншалла, сіздің жаныңыз сомен кетеді Құдай қаласа. Соған әдеттену керек екен, біз уақытымыздың бәрін әдеттеніп, қолыңыз босай кетсе мешітке, қолыңыз босай кетсе пайдалы нәрселерге. Сол кезде не болады екен, иншалла, біздің соңғы сәттерімізді соған Алла тағала Құран кәрімде дейді, егер олар менен сұраса, оны беремін дейді. Сұрайық біз, Алладан сұрайық, бірақ сұрағанымызға жараса не істейік? Кейбір ғалымдар айтқан, жүрегі мешітте байланды деп, бірақ басқа жақта жүру оған кірмейді деп айтқан кейбір ғалымдар. Мысалы өзі басқа жақта жүрді, ниетім мешіттегі негізінде. Жақсы көремін мешітті мен. Барғым келеді, әрине. Деп ниетім сияқты ғой деп байлап қою, ана сипатқа кірмейді деп кейбір ғалымдар айтқан. Сол ниетмен бірге өзі де болу керек деп есептейді кейбір ғалымдар. Сол сипатқа кіргіңіз келсе, жүрегіңіз мешітке байланғанын дәлелде дейді кейбір ғалымдар. Сол үшін тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі соңғы сәтіне дейін мешітте намаз оқығанда Расулullah қалаған еді. Билалға айтыңдар азан айтсын дейді. Азан айтып, енді шайнап жатқан кезде пайғамбарымыз өзінен кетеді. Оянады да Билалға азан айтыңдар деп қайттан бұйырды дейді Расулullah. Бұл соңғы сәттер еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның. Тіпті сол кезде аналарымыз сүйемелдеп мешітке шығарған кезде Расулullah сапқа келді дейді. Сол кезде Абу Бакр радиаллаху имамдыққа тұрған еді, сахабалар айтады, біз пайғамбарымыздың артымызға келіп сапқа тұрғанын сездік дейді. Ана пайғамбардың төсегі жатып, тартып жатып қалғанын естіген ғой бәрі. Алаңдап жүр бәрі. Сол кезде Абу Бакр намазды бітіре салса дейді, біз бұрыла салып Расулулланы барып құшақтағымыз келіп тұр дейді. Ойымыз бәрі Расулуллаға бұрылып тұр дейді, былай. Біліп тұрмыз Расулулла артымызға келіп сапқа тұрғанын дейді. Бірақ намаз біте салсын қарасақ, Расулулла әлден кетіп жатқан еді дейді. Өзіне бір кетіп, бір келіп, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі жүрегіне мешітке қатты байланған еді. Айша анамыз айтады, мына үй тіршілігіне Расулулла көмектесетін еді дейді. Үй жинасуға,
киім тігісуге, тіпті пайғамбар өзінің киімін жуып тіккен кезеңдер де болған. Бірақ намаз уақыты келген кезде Расулалла бізді танымайтындай, біз оны танымайтындай шығып кетіп қалатын еді дейді. Несіне қарамастан. Неге? Жүрегі Расулалланың мешітке байланған, соны алаңдап тұр пайғамбар. Намаз уақыты келді дегенше бірден бәрін тастайды, тоқтатады да кететін болған. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге барып тұрған өнеге, біздер осы Расулалланың осы өнегесіне шамамыз келгенше әдеттенетін болсақ, иншалла, Алла субхана ва тағала бізге не істейін деп тұр? Берем деп айтқанымды берем дейді. Сол үшін бауырлар, бұл жүрек деген нәрсе адамның денесінде ол біреу-ақ болады. Мысалы, бізде екі көз бар, екі қол, екі аяқ, бәрі екеу-екеуден ғой. Екеу-екеуден. Бірақ жүрек біреу-ақ болады дейді. Ғалымдар айтады, жүрекке не нәрсе болса, ол соңғы сәтте сол шығады дейді. Мынау мочалканы сүтке батырып сықсаң, мочалкадан сүт шығады, суға батырсаң, сыққан кезде су шығады дейді. Сол сияқты адамның жүрегінде не нәрсе көп ойланып, сол нәрсе сіңе беретін болса, соңғы өлім сәтінде сол шығады дейді. Раббым, мешіт, мен жамағатым менің, дінім, отаным менің деп осы нәрсені алаңдап жүре беретін болсақ, жүрегіміз иншалла. Онда соңғы сәтті өлім пешесіп жаныңды сыққан кезде сол нәрсе шығады екен сенің. Сол үшін соңғы сәтте пайғамбар айтады, кімнің соңғы демі Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген сөзбен кетсе, фадахалал жанна, ол жәннатқа кіреді дейді. Бірақ осы сөзге лайықты өмір сүруіміз керек те біздше. Қазір айтып жатқан сөздер жай әңгіме емес, бұл анекдот емес, бұл бір ертегі емес бұл. Бұл Расулалланың өсиеті бізге айтып жатқан. Бізден алдыларға да айтқан осының бәріне. Бізден кейінгілерге де Расулалла ескертіп жатыр. Демек, Алланың берген өмірі, осы өмірімізді пайғамбар айтып жатыр, жүректі мешітке алаңдатуға Расулалла өсиет қылып жатыр. Осындай өміріміз өте берсе, Құдай қаласа, соңғы сәтімізде жүрегімізден сол нәрселер шығады, Алла қаласа. Соңғы сөздеріміз Алла болады, Құдай қаласа, соңғы сөздеріміз мешіт болады, соңғы сөздеріміз сәждеде жатамыз, Құдай қаласа да, Алла соңғы жеткізсін. Ол үшін жаңағыдай не істеу керек екен? Бір бауырым айтқан еді уақытысында. Ой, жеңіл екен ғой, соңғы сәтте айтасың болды екен ғой дейді. Жоқ, жеңіл емес ол сөз. Ол сөз жеңіл емес. Тіпті өткенде бір бауырым айтады, самолетте келе жатқанбыз, бір қалаға қолайын жатқан кезде самолет нетіп кетті дейді. Теңселіп кетті дейді да. Стюардессалар өзі келмей қойды дейді. Ана не басып жатырмыз дейді. Ана паника дейді, шулап жатырмыз дейді. Ана жігіт имам ол. Неше жыл имам болып жүрген жігіт. Мен өзім есім шығып кетті дейді. Сол кезде жанында отырған бір аға, ей, қалай неғып шулаватсыңдар деп айтты дейді. Сендер шулағаннан бірдеңе болады ма? Кәдімгідей осылай сөйледі дейді. Иман келтіріңдер деп айтты дейді. Ла иляха илlallah айтыңдар. Қазір соңғы сәтіміз біздің калимамен кетсін деп айтты дейді. Ана самолет нетіп кеткен ғой. Уже құлап баратырмыз дейді былай. Ана имам айтады, мен сол кезде есіме түсті дейді ғой имам екенін дейді. Зато есім шығып кеткен дейді. Не болып жатыр деп шулай берген ғой адамдар. Соған қосылып кетіппін мен де дейді. Ана аға рахмет дейді, ана кісі, ол кісі кәдімгідей есіме салып берді дейді. Сол үшін пайғамбар дейді, достың ең жақсысы оны көрген кезде Алланы еске түсірсе дейді. Ана ағаға рахмет дейді да. Сол кезде барып Алланы зікір қыла бастадым дейді, отырып алып. Алла тағала Құран кәрімде дейді, Алланы зікір қылуымен жүректер тыныштық табады дейді. Әла би зикриллахи татмайна қулуб деген аят бар. Расында жүректер Алланы еске алуымен олар тынышталады дейді. Алланы зікір қыла бастағаннан жүрегім орныға бастады дейді. Паникада тоқтады бәрі. Самолеттің іші тыныш болып қалды дейді. Самолет те тынышталды дейді. Аман есен қондық дейді, алхамдулилlah. Демек ол сондай нәрсе екен. Ана ағамыз көрдіңіз бе, мынау жүрекке, мешітке байланған адам болған, Алланы көп еске алып жүргені сол жерде пайда берді. Оңай нәрсе емес ол. 5 уақыт намаз оқып имам болып жүрсең де, Құдай басқа салмасын, шынымен сондай сәт келіп қалған кезде есің жоғалып қаласың деген. Ана имам айтып беріп отыр маған. Есім шығып кетті дейді. Сол үшін жаңағыдай соны көп практика жасап жүрміз керек екен. Көп ойланып жүрген кезде Алла қаласа, сол лайықты боламыз. Сол кезде Алла біздің есімізге салады иншалла. Сол кезде сол нәрсе тілімізге келеді, ойымызға келеді. Сол кезде иншалла соңғы демімізде ла иляха илlallah болады, Алла болады. Сол кезде иншалла бәрі жақсы болады. Пайғамбар соны ескертіп жатыр. Содан кейін бар ақыретте иншалла бүткіл халайықтың ортасында не болады? Жүрегі мешітке байланған сипатты адамдарды Алла тағала шығарады, марапаттайды сізді. Міне, мешітке жүрегі байланған деген сөз, яғни оның ішінде бүткіл жақсылық бар оның ішінде. Жүрегі мешітке байланып, бірақ көшеге шығып қылмыс жасап жүрсе, жүрегі мешітке байланып, ата-анасын ренжіп жүрген болса, оған ешқандай пайда жоқ. Яғни мешіт деген бұл тек қана адамгершілікке, мейірімділікке, жақсылыққа жинайтын орын мына жер.
Демек мешітке жүрегің байланды ма, соған байланысты сенің денеңді, өмірің соған байлану керек енді. Сондай боласың сен енді. Енді көшеге шыққан кезде де сен мешіттің ішіне келіп алып біреумен төбелеспейсің ғой қазір. Мешіттің ішінде біреу классқа кіріп зина жасамайды мына жерде. Мешіттің ішіне кіріп алып біреу қалтаны тінтімейді мына жерде. Біреу ғайбат сөйлемейді классқа кіріп алып қазір. Неге? Сен біліп тұрсың қайда отқаныңды. Мешіт қой мынау. Демек жүрегі мешітке байланған адам көшеде жүрген кезде сіз солай жүріңіз керек енді. Тек қана мешіттің ішінде мынандай осындай болып, мына жаққа шыққан кезде мынандай емес. Алла сырасын. Ондай лайық емес дейді ғалымдар айтады. Мешітке жүрегі байланды деген адам өмірін бәрін сондай қылатын адам болады енді. Енді өмір мешітке болады ол адам. Мына жер планетаның ішінде жүрген кезде ол мешіттің ішінде жүргендей сезіну керек өзін. Қай қоғамда жүрсе де, қай ортада жүрген кезде де мен қазір мешіттің ішінде жүрмін деп сезініп көріңізші мына ораза екен оймен жүріңіз. Мешітте жүрген кезде біреуді иығын қағып кетпейсің сен. Тек кезде кешіріңіз, айып етпеңіз деп кешірім сұрап қоясың, көшеде кетіп барасың. Неге? Сен жүрегің мешітке байланған адам. Мешіттің ішінде жүрген кезде сен ерегіспе, төбелеспейсің ешкіммен. Көшеге шықпай ешкіммен төбелеспе. Сен үйіңе барып ата-анаңды ренжітпе. Мешіттің ішінде ренжітпей жатсың ғой ешкімді. Ата-анаң былай тұрсын, намазхан бір адамның өзі ренжітуден Құдайдан қорқасың ғой мына жерде. Бауырым, кешіріп қойшы мен. Негізі ол кінәлі. Бірақ сен бірінші кешірім сұрап тұрсың да одан. Неге? Сен мешітте тұрғандықтан себеп. Мына жер ұлы жер, бұл Алла Тағалаға сәжде қылатын жер болғаннан кейін сен бұл жерде өзіңді мүлдем басқаша сезінесің. Мен сенге кетпейсің. Мен Алла көрсетпей қойсын, мешітте ондай нәрсе әлі көргенім жоқ. Мүмкін емес бұл да. Себебі ол мешіт адамды сондай неге алып келетін жер бұл. Демек, жүрегің мешітке байланды ма? Енді көшеге шыққан кезде осы немен жүріңіз. Осы кейіпте. Осы нәрсе сізді бұзбау керек. Қай жерде қонаққа барсаңыз да, ағайын туыспен байланыссаңыз да, ата-анаңызбен байланысқан кезде де, мешіттің ішінде тұрған кезде қалай сыпайы сөйлейсіз? Бәрімен солай сыпайы сөйлейсіз. Ешкіммен ренжіспе, ешкімнің көңілін ауыртпа, ешкімге кедергі берме. Сол кезде, иншалла, сіз сол жүрегі мешітке байланды деген адамның несіне кіресің дейді? Сипатқа кіресің дейді. Сонымен нешеуін өттік? Төртеу өттік. Бірінші не дедік? Әділ басшы деді Расулалла. Екінші не деді? Алла үшін дос болғандар. Үшінші? Жастайынан айттық, балағат жасы. Балағат жасы қыз бала неше жастан толады дедік? 9 жастан. Ер бала 12 жастан. Балаларымызды, қыздарымызды осылай тәрбие берейік, бауырлар. Балаларымызды, қыздарымыз бұл біздің негізгі капиталымыз. Ертең біз о дүниеге кеткен кезде біздің балаларымызды осы жерде сабақта отыру керек, Құдай қаласа. Біздің балаларымызды осы жерде отырып сабақ беру керек елге. Неге? Біздің ұрпақтарымыз ғой олар. Біз ертең қабірде жатқан кезде осы дәрістеріміз жалғасу керек, иншалла. Ол қалай жалғасады? Егер біз балаларға да осы нәрсені жеткізе алсақ, балаларымыз міне балаға жасқа толған сәттен бастап кетсін ары қарай енді олар. Осылай кетсін. Иншалла сол балаңыз ертең сізге күннен де алтын тәжін кигізеді, Құдай қаласа. Балаңыз қари болсын. Балаңыз ертең Құдай қаласа сондай жақсы амалдар істеу арқылы Алла Тағала сізді марапаттайды. Міне саған рахмет. Міне осындай ұрпақ тәрбиелеп кеттің деген мағынада қабірде де сіз өте сондай жақсы жерде жатасыз. Ақыретте де мәртебең көтеріледі. Неге? Перзенттерің сондай болғандықтан. Демек, балаларымызды осындай кеш қалмау керек тәрбие мәселесінде. Төртінші кім дедік? Жүрегі мешітке байланған. Жаңа айттығы, азынан кешке шейін жатып ұйықтау емес. Кейде біреулер соны дұрыс түсінбейді ғой деймін. Ұйықтап жатады. Кейбір біздің охранниктер айналып жүреді екінші этажбен. Жатпа, тұр, үйіңе барып жат. Жатпасайшы мешітте деп. Олай түсінбеуіміз керек. Мешіт жататын жер емес, бауырлар. Бұл мешіт таза тұратын жер. Аллаға құлшылық қылатын жер бұл жер. Маңдайымыз сәжде қылатын жер ғой бұл жер. Сол үшін сәждеңді қыл, ғибадатыңды жаса, Құраныңды оқы, дұғаңды жаса. Уақыт бітті ма? Бар жұмысыңды істе енді. Нафақа іздеу керек қой. Біз ер азамат көшенің сырттың адамы болғаннан кейін Алла Тағала ертең бізден соны сұрайды. Әйелімізден сұрамайды. Квартплатадан төленді ма, свет қалай болып жатыр, ақша қалай болып жатыр. Олар сұралмайды одан. Біз сұраламыз. Сол үшін жұмысты да істеу керек. Бірақ сонымен бірге жұмыс екен ғой деп бүткіл бәрін салып жіберуге де болмайды ол жерге. Уақытыңмен өзіңмен қосып. Жоқ, олай емес. Ақылды адам жұмыс істейді, бірақ жүрегіміз мешітке байланып тұру керек. Байланып тұру керек. Сол кезде иншалла не болады? Біз сол сипаттағы уақыт адамға кейіпке кіреміз. Бесіншісі Пайғамбар айтады, мына оң қолы берген садақасын сол қолы бермеген кісілер дейді.
Иә. Соны уақытында көрдік, бір кісілер былай түсінеді екен. Садақа берген кезде қолын тығып қойды арқасына. Ана көріп қоймау керек қой, мынау ше. Мынау сауатқан кезде мынау көріп тұрмау керек те, сауатсың ба деп. Жоқ, мынау көз емес, бұл көретін нәрсе емес қой бұл. Бұны бір бауырлар шынымен солай түсінеді екен. Қолын қалтасын тығып қойып, өзім де көрдім уақытында. Бүйтіп сауатқандарды да. Ой, не істеп тұрсың десе, хадис бар емес па? Қандай хадис? Оң қолың берген садақаны сол қолың білмесін деп айтқан дейді. Ой, аға қалай болсын, сала беріңіз деді. Ондай мағынада емес ол жерде. Ол жердегі мағына, яғни адамдарға мақтанба, риядан аулақ бол деген мағына шығады ол жерден. Риягершіліктен сақтан. Риягерлік деген адамдарға көрсету мақсатта. Қараңдар, мен салып жатырмын ғой, қарасыңдаршы мен. Сондайдан сақтан деп жатыр саған. Мысалы, зекет парыз ғой. Зекетті айтып ниет қылып береміз ғой. Ал садақаны жасырын қылып бересің. Мысалы, 5 уақыт парыз намаздарды жамағатпен ашкере оқимыз ғой. Мешітке келдің, көріп жатыр бәрін, қабыл болсын деп жатырмыз. Ал нафіл намаздар жасырын оқыған абзал. Ол айтылмайды, ол барынша көрінбеуге тырысу керек. Мысалы, түнгі тахажжуд намаздарды светті жағып қойып біреу ұйықтап жатса, намаз оқуым керек мен. Білмесін де ешкім сенің оқып жатқаныңды. Сездірмесе ешкімге. Сол кезде ол сауап көп болады. Ертеңді мақтанып отырады таңертең столдың үстінде. Аллаға шүкір, сағынса қордап ұйықтаған жоқпын мен түнде. Құдайға шүкір, оқыдық қой тахажжуд түнімен дейді. Пәлен уақытта тұрдым, ровно 3:30-да жатыппын дейді. Сол дұрыс емес бауырлар. Садақада сол оң қолың берген садақаң сол қолың көрмесін деп жатқан мақсат, айтпа сен не беріп жатқаныңды. Өткенде бердік қой мешітке барған кезде. Тастадық қой аямастан. Ой деп. Айтпасайшы соны сен. Айтпа. Пайғамбар соны айтып жатыр саған. Жасырсай бәрін. Алла көріп тұр ғой бәрін. Сен Алла үшін салып жатсың ба? Жоқ, адамдарға көрсету үшін ба? Егер Алла адамдарға көрсету үшін беріп жатқан болса, онда жерде сенде сауап жоқ. Алла Тағала сіздің мәртебеңізді жоғары етеді. Ол бай жомарт адам екен, қолы ашық азамат екен, ой, аямайды екен деген сөз, Алла Тағала сондай сөзді шығартады, адамдардың жүрегіне салады деген. Сізді мақтайды, керек болса сіздің ескертішіңізді істеп қою мүмкін бір жерге. Көшенің атын беру мүмкін сіздің атыңыздан. Бірақ ақыретте Алланың алдына барған кезде 0 ғой сенде, 0. Түк жоқ ана жерде. Алла сұрасын. Оны Пайғамбар айтады. Мынау адамдарға ашкере қылған адамдардың күйі мынандай секілді дейді. Базарға бір адам келеді дейді, қалтасын толтырып тастап алған дейді. Адамдар көрген кезде, мына қалтасы толды, алтын күміс шығар деп ойлайды дейді анан. Ол жүреді дейді, кердеңде мынау қанша тұрады деп. Ана қалтасына томпайып тұр дейді. Осынша алып кел деп, қолын қалтасына қараса тас дейді анау. Кәдімгі тас, қара тас. Түк те пайдасы жоқ қой, қара тас керек емес қой ешкімге. Ойбай, тасын керек емес, төле ақшасын. Сондай болады, ақыретте халдері сондай болады олардың дейді. Бұлар көрініске әдемі көрінді, сондай деп ойлады адамдар. Ой, сондай екен деп айтты керек уақытында. Бірақ ана жаққа барған кезде шынымен қарап қалса, Алла сұрасын, ешқандай бір пайдасы жоқ нәрсе болып шығады дейді. Жаңағыдай. Сол үшін бауырлар, садақа деген бұл жақсы нәрсе. Тіпті Пайғамбар бір хадисінде айтады, мына садақа беріп, тіпті құрма болса да, садақа беріп, өздеріңізді тозақ отынан сақтаңыздар дейді. Енді садақа берген кезде біз желдетпеуіміз керек. Тасасай аямастан. Алланың берген ақшасы ғой саған берген. Аямай тасасай, сөзге барған кезде именно портмені ашады да, именно копейка іздейді ғой ана жерден. Ана жақта тұр шақ, былай рет-ретімен тұр, көгі, қызыл бәрі тұр ана жерде. Жоқ, тиын. Өзінен тиын табылмай қалса, ғайбеттен сұрайды. Ғайбет тиын жоқ қой, тастайын деген едім. Тиын керек те оған ше. О, субханалла. Тасасай аямастан. Алла берді ғой саған сол нәрсені. Ол берген, ешқашан саған ол банкрот болып қалмайсың сен. Алла үшін беріп жатсың ғой сен. Ал ол садақа берілген кезде ол қайда кетеді ол сенің ақшаң? Сенің ақшаң қайырымдылыққа кетеді. Ертең біреудің жыртығын жамайды сол сенің ақшаң бар, Құдай қаласа. Біреудің қарын тойғызып береді. Біреудің киімін алып береді сол ақшаға. Біреудің жете алмай жатқан жол кіресін алып береді сенің ақшаңа. Жақсы нәрсе емес пе ол? Енді сен копейка не істеу мүмкін? Жетпейді ғой еш нәрсеге. Сол үшін сақтану керек те ол нәрседен ше. Алланың берген мынау нығметтерінде бауырлар біз нетпеуіміз керек, сараң болмауымыз керек. Алла Тағала өзі кәрим деген сипаты бар да, жомарт Алла. Алла Тағала өзі жомарт болғандар жақсы көреді дейді аятта. Алла Тағала жақсылық қылғандар жақсы көремін дейді. Өзі жақсылық қылып жатыр ғой бізге. Өзі жомарт, енді жомарт болғандар жақсы көремін дейді. Оның ішінде хадисте келеді, өзі мұқтаж бола тұра бергендер жақсы көремін дейді. Өзіне керек болып тұр сол нәрсе, бірақ бөліп беріп жатыр маған ше.
Міне біздің ата бабаларымыз соның уақытында осы хадиске амал істеген ғой негізінде. Мына уақытында мына басқа ұлттарды осы жерге жер аударып көшіріп келді емес па? Сол кезде қаншама ұлттар өздерінің мемлекеттеріне барған кезде әлі қазақстан айтып жүрді екен солар. Әсіресе мына Шешенстан, мына неміс халқы, басқа халықтар өздерінің еліне барған кезде қазір қатты құрмет қылады дейді. Өткен бір бауырларымыз айтады, жаңа машина алып келді ғой барып. Құдай беріп қалды ғой, қарық болды бәрі. Барған кезде сол алайнап жатқан көлігім жаңа Ресейде не екен дейді. Иесі Шешеннің халқы дейді. Мені көрді, сен Қазақстаннан ба деп айтты. Қазақстаннан деп. Кәдімгідей сөзге келмесе 1000 доллар түсіп берді дейді. Сөйтіп анау зимний покрышка тұрған летний покрышка салып берді дейді, және қосымша. Сөйтіп кәдімгідей құрмет қонақ күтті біз дейді. Мен ойладым дейді, не айтып жатыр мыналар? Сөйтсем айтты дейді. Оказывается, олардың аталары бір уақыттарда жер аударып өшіре келген екен біздің Қазақстанға. Сол кезде аталар айтқан екен. Мынау қазақ халқына сендер өлілгенше ұмытпаңдар жақсылығын деп айтқан екен де атасы ше марқұм. Бізге айтып кеткен еді сол нәрсені дейді. Олар біз солардың үйлеріне барған кезде балалары аш отырса, мынау нан пісіреді екен де, нан піседі ғой тапаннан. Сол кезде біздің аталарымыз қара қандай нәрсе істеген. Солардың балаларына береді екен бірінші. Өзен балалар жеп жатқан жоқ дейді. Сөйтіп біздің ана балалар жеп қояды екен, кейін қайттан пісіріп жатыр дейді. Кейін ана кісі түсініп қалып, кейін келесі балаларын ұрысыпты. Ертең сендерге нан берген кезде жемеңдер, күтіп отырыңдар. Аналарға нан берсін, бірге жеңдер деп үйреткен ғой балаларын. Ұялған ғой. Өзінің балаларынан жырып, біздің балаларымызға берді дейді. Әкелер айтқан ғой. Біздің балаларымыз жеп қояды тезден дейді. Өзінің балалары аш күтіп отырады дейді. Соны ұялғандарына айтқан екен. Жемей тұра тұрыңдар сендер, ұстап отырыңдар нанды. Аналар өзінің баласына берсін, пісіріп екінші партиясын. Бірге жейміз деп айтқан еді дейді. Сол жеген нанымызға ұмытпаңдар балаларын деп өсетқан екен де атасы ше. Ана бала соны айтқан екен жаңа бауырымызға ше. Ой, Қазақстанға келген өзің бауырым екенсің ғой сен. Менің атам сөйтіп айтқан еді деп, кәдімгідей мәйшесінің астынан салып беріп, бензинін құйып берді дейді. Дөңгелегін салып берді. Мешітке барып намаз оқыдық, мен имамдыққа ұсынды дейді. Имам болдым дейді. Сөйтіп, алхамдулилля аман-есен келген ғой мәйшені. Неден шығарып жіберді бізде шекарадан дейді. Демек, біздің ата бабаларымыз не істеді? Міне садақаны осылай берген. Шынымен бөлісіп, өздері мұқтаж болса да бөліп берді біреуге. Бірақ сол аталарымыздың істеген жақсылықтарына айтады ғой, жақсы әкенің жақсылығы балаға 40 жыл азық дейді ме, не дейді? Міне біздің аталарымыздың азығын біз жеп жатырмыз қазір. Алхамдулилля. Енді біздің кезегіміз келді. Біздің кезегіміз келген кезде біз сараң болмай екенді. Бізді сол ата бабамыз өздері мұқтаж болып тұрып, бірақ берді ғой біреуге. Бізде не істейік? Аллаға шүкір бізде қазір мұқтаж емеспіз. Бізде қазір Аллаға шүкір не ішем, не кием, не жейм, не мінем демей жатсың ғой қазір. Алхамдулилля. Осы нәрсені Алла Тағала бізге берді ма, енді шүкірлік қылып не істеу керек, тастау керек енді. Таста, аяма. Міне. Өткен бір бауырым айтады, орталық мешітте. Садақа жәшікте дұрыс емес деп айтқан ғой біреу. Кейін анау сол мешіттің қызметкері айтқан, сен не айтып жатсың сен? Мына мешіттің светі қалай тұр? Теплый пол бар емес астында. Қалай дәретханалар істеп тұр? Мені қанша сотрудник жұмыс істеп жатыр, қанша уборщица ұстап жатыр біз. Охранниктер бар қанша. Оның бәріне кім зарплата төлеп жатыр? Бізде зайыр мемлекетпіз. Бізде мемлекет бюджеттен бөлмейді ақша оған. Осыншама қаланың ортасында тұрған мешіттің қалай жұмыс істеп жатқанын сен ойламадың ба? А сен садақа бермейсің ба деп айттым дейді. Астағфирулла, ол бидағат қой ол. Мен осы күнге шейін 1 теңге бермедім деп мақтанып тұр дейді. Онда айттым дейді. Онда бүгіннен бастап сен біз мешітке келме деп айттым дейді. Неге? Бұл мешіт осы садақа беріп жатқан азаматтардың мешіті бұл. Бәріміз жұмыла тастап жатырмыз. Сөйтіп светімізді төлеп тастап жатырмыз. Ана кісілерге ұстаздарға айлық қылып беріп жатырмыз. Сөйтіп мешітіміз жұмыс істеп тұр ғой, алхамдулилля. Ол солардың мешіті деп айттым дейді. Ана жігіт сөзі ойланып қалды дейді, ана жігіт ше, бауырымыз. Ағымда жүрген бауырымыз ғой әрине. Демек, бауырлар, жаңа айтқанымыздай осындай қайырымдылық жерлерге, осындай беретін жерлерге не істемеуіміз керек? Сараңдық қылмау керек. Және оны бердім ғой деп те ойламау керек, оны айтып керек емес. Расул деп жатыр, оң қолың берген садақаны сол қолың. Және садақа деп Расулла нені ескертіп жатыр? Бұл садақа неден беріледі? Дүние ғой енді. Дүние нәрсе де. Дүние бұл адамның нағыз жанды жері бұл. Басқама тиісең тиіс, бірақ дүниемен тиіспе дейді ғой біреулер. Сонда адамдар өткен екен да уақытысында. Әйел бала шағамды алсаң да дүниемен тиіспе дегендер болған. Алла сұрасын. Дүние жүрегіне кіріп кеткен адамдар ғой олар. Ал мұсылман адамдардың дүние қолында болады деген. Дүние қолында тұру керек мынау. Кез келген уақытта біреуге бере салуға да жеңіл ғой. Мынау қашан мына жаққа кіріп кеткен кезде шығару қиын ғой мынаны. Кірген нәрсені шығара алмай қаласың ғой.
Сол үшін мынау дүние біздің нағыз әлсіз жеріміз. Алла субхана ва тағала осы дүниені беріп сынап жатыр бізге. Қайтер екен бұл? Бұда ондай нәрсе жоқ еді. Мен бұған бердім дейді. Ал қайтеді дейді. Риуаятта келеді, 3 адамды Алла тағала қатты сынаған екен. Бір адамның көзі көрмейтін болған. Бір адамның басы шашы жоқ тазы болған. Бір адамның денесі алапес болған. Тері ауру дейміз ғой. Үшеуінде Алла субхана ва тағала періштені адам кейпінде кіргізіп жібереді соларға. Ана біреуіне келеді. Жаңа шашы жоққа. Ой, мен осы, сен кімсің десе, мен осындай өмірде не арманың бар сен десе, маған ешнәрсе керек емес маған. Мен шашым шықса адамдар күледі маған дейді, тазымын дейді. Сон шашты негізі адамның көркі ғой негізі. Шаш қайырып қойып. Шаш адамның көркі бұл. Осы шашта нығмет қой негізінде. Шашқа қарау керек, Расулалла қараған шашқа тарап жүретін болған, не жағып жүретін болған бальзамдарын ше. Оны хақысын беру керек. Демек сол шаш жоқ адам айтқан ғой, мен өмірдегі бірақ арманым бар, ол шашым шықса екен орнынан. Жаңа періште жақсы, Алла тағала саған мал түліктің ішінде нені қалайсың деген. Мал түліктің ішінде түйені жақсы көремін депті. Бір түйе берген екен, осы түйемен Алла саған берекет берсін деп кетіп қалыпты. Кейін жаңа соқырға барыпты. Соқырға барып, сенің не арманың бар десе, менің арманым осы жалған дүниені бір мәрте көргім келеді. Қандай бұл әлем? Негізі бауырлар, қазір қарап отырмыз ғой ше былай. Бір адамдарға осын бір мәрте бір көріп, қайтып өшіп қалғаннан соны армандап отыр қазір. Сіз ұқсап сағаттап көргісі келіп жатқан жоқ оны. Хотя бір мәрте көрсем дейді. Қалай өзі әлем? Жалпы әлем қандай? Мен әкем түрі қандай, анамның түрі қандай, әйелімнің түрі қандай, балаларымның түрі қандай? Бейшаралар құлақтары естиді, бәрін түсініп тұр, бірақ көзі қап-қараңғы да. Көзін жұмып көрші қазір, қандай боласың? Сол адам айтқан, менің арманым өмірімде бір мәрте әлемді көргім келеді осы. Әлем қандай өзі жалпы? Сол кезде жаңа періште адам кейпінде айтқан екен, сен мал күн ішінде қай нені жақсы көресің? Сиыр жақсы көремін деген екен. Сиыр деген жануар жақсы көремін, өте жуас. Бір сиыр әкеп берген екен, осы Алла берекет берсін деп кетіп қапты. Одан алапеске барды. Алапеске барған. Сен не арманың бар Алладан сұрайтын, мен сондай сапарда жүрген мұсапыр адам едім, мен дұға қыламын, мүмкін дұғам қабыл болып қалады деген сияқты айтқан ғой. Сөзі алапес айтқан екен, менің арманым денемдегі терім бәрі жазылсам екен. Адамдар жеркенеді менен, қашады бәрі, жақындасқысы келмейді, бөлінеді менен. Соған адамдар қоғам ортасында жүргім келеді, осы терімнен айыққым келеді деп өзінің несін айтқан ғой. Дұға қойыңыз маған, Алла шипа берсін деп. Қандай мал жақсы көресің десе, қой жақсы көремін депті. Алла берекет берсін деп бір қой беріп кеткен екен. Sonra арада уақыт өтіп, сол періште қайтадан бір айналып келіпті. Кімге келді? Баяғы тазыға келді. Тазыға келсе, оның түйелері көйіп кеткен, Алла берекет берген ғой. Сынап жатыр да, бірақ оны ше. Шашы шыққан. Сөйтіп жаңа періште адам кейпінде келіп, сапарда жүрген, өте мұқтаж адам секілді болып келеді алдына. Сөйтіп сұраған екен. Мен бір жүрген бір мұсафир адам едім. Соған бір мұқтаж болып тұр, мына түйеңіздің ішінде бір кішігірім біреуін беріп, соны мен кіші жол кіре қылып жетіп алсам ауылыма. Өте қатты мұқтажбын деп, алейкумассалам. Деп айтқан ғой. Жоқ, бауырым, ол түйелерді сен көріп айта берме, бұның тұрысынан шығыны көп деген да бұның. Бұны бағу үшін қанша адам ұстап жатырмын мен. Оның шөбі бар, жебі бар. Сен ойлама, ол түйе көп мырыш бай болып жатыр деп. Оның шығыны айтпа, ол айып етпе бауырым деп айтқан ғой. Сонымен былай айтып көреді, көнбейді, былай айтып көреді, көнбейді. Айтқан екен, аға, сізде уақытында сондай бір шашыңыз жоқ болып, сол кезде сізге де бір адам бір түйе беріп көмектеспе емес па? Сол күнде еске алмайсыз ба деп айтқан ғой. Сол кезде валлахи биллахи, Алланың атымен ант етемін, мен ешқашан таз болмағам деп айтқанда ол. Мен ешқашан кедей болмағам деп айтады дейді. Бұл түйелер менің ата-бабамнан келе жатқан мирас бұл. Сен не айтып тұрсың сен? Жөніңмен жүр сен деп, кәдімгідей сөзге келіп шығарып салғанда ана кісіні. Сол кезде Алла Тағала егер сол айтып жатқаның рас болса, онда сізді баяғы халіңе қайтарады сізді, байқаңыз деген. Айттым, шынымен қайтарса қайтарсын дегенде, мен онда ешқашан таз болмадым деген ғой. Жарайды деп сонымен кетіп қалса, шынымен ол кісі қайтадан халіне қайтты дейді. Баяғы тазы халіне қайтты, Алла субхана тағала оның түйелерін бытшын шығарады ғой, пәсте ғой ол. Одан кімге барды? Алапеске барды дейді. Алапесте қараса, жазылған, әдемі, красавчик, сыйлар да көйіп кеткен, әдемі бәрі. Жаңа сөзін айтқан ғой, мен осындай бір сапарда жүрген адам едім, қиыншылық көріп жатырмын, көмектесіңізші маған, кішкене садақа қылыңызшы, бар ғой сондай нәрсе.
Жоқ, бұл сыйлар сондай болғанмен шығыны көп бұның. Айып етпе бауырым, көмектескім келіп тұр әрине, бірақ нете алмаймын ғой, сылтау айтқанда мына жерде. Айтты, бауырым, сізде уақытында алапес болып, сондай болған кезде бір адам көмектесіп, сізге бір сиыр беріп кетті ғой. Мен сенен сиыр сұрап жатқанмын, бір бұзауың берші хотя бы. Жоқ, мен алапес болған адам емеспін. Алланың атымен ант етемін мен ешқашан алапес болмағанмын. Бұл сыйлар менің бабаларымнан келіп жатқан мирас деп жаңа сөз қайталады дейді. Егер айтқаның өтірік болатын болса, сені баяғы халіңе қайтарады Алла Тағала, байқа деп айтты дейді. Айтқан, уайымдама деп айтты дейді. Ол кісі де ақиқатында шынымен баяғы халіне қайтты дейді. Содан баяғы соқырға келді дейді. Қараса оның көзі ашылған, әлемді қарап тұр, қойларды көбейген. Сонымен айтты дейді, маған осындай сапарда жүрген бір қой деп сұраса, бауырым, мына қойдың бәрін алып кет деп айтты дейді. Мен Алла Тағала айтқан едім уақытында, я Раббым, мен мына әлемді бір мәрте көрсем болды. Бір Алла Тағала маған бір мәрте емес, бүткіл нені ашып тастады мен қойын көйіп кетті дейді. Сол үшін Алла Тағала мына қойдың бәрін алып кет, мен Аллаға разымын деп айтқан. Сол кезде жаңа періште дұғалаған екен. Сенің көзіңе де, денсаулығыңа да, малыңа да Алла берекет берсін, қабыл болсын деп кеткен екен. Риуаят келеді осындай. Риуаят келеді. Демек, бауырлар, жаңа айтқанымыздай, бұл өмір сынақ өмір. Түрлі сыналасыздар. Түрлі жолмен сыналамыз. Сол үшін садақа беру мәселесінде де мұқтаж адамдар келген кезде, мұқтаж орындар айтылған кезде, біз жаңа сылтау іздемеуіміз керек. Кредитіңді айтпа. Саған ешкім ал деген жоқ қой соны. Алма деп айттық наоборот. Ойбай, бауырым, 2 кредитім бар деп мақтанады біреу. Еще соны андайға айтып жатыр да. Каутай сен кінәлісің да соны кредит алғанда. Соны айтшы жамағатқа деп біреу айтады. Сол жамағаттың ішінде көмектесетіндер бар ма дейді. Не болады дейсің? Кредитіме көмектессе дейді. Аулақ жүр айналайын, аулақ. Айтылды ғой саған уақытында, алма деп айттық қой саған. Енді жап енді соны. Енді күні түні жұмыс істе, жап. Демек, бауырлар, жаңа айтқандай, осы садақа мәселесі жаңа айтқанымызда, бұл дүние адамның әлсіз жері. Адамның әлсіз жері, осы әлсіз жерінде кейде соққы келіп сынаққа түсеміз. Сол кезеңде не істемеуіміз керек? Сынып қалмау керек. Жаңағыдай Алланың бергенін өзіне беріп отырып біз жалбарынуымыз керек. Қазақ айтады, Аллаға бер де жалын дейді. Бірінші берсей сен, кейін сұрасай одан. Ойбай, бер дей бересің, өзің бермей жатсың ғой бірақ. Алла Тағала саған бергенге мұқтаж емес, бірақ сені сынайды солай. Түрлі адамдар жібереді саған, қалай болар екен? Дүниесін бере ме, бермей ме? Тіпті кейбір адамдар осы дүниесі деп бір ата-анадан туылған бауырлар қазір алыс-берісті кесіп жатыр. Дүние үшін. Анау әкесіне жатқан бизнес бөлінеді, сонымен саған көп кетіп қалды, маған аз көп кетіп қалды деп, кәдімгідей ренжісіп бір-біріне Алла сырасын. Сондай болып жатыр. Сол үшін қазақ айтады ғой, әкенің малы балаға не болмайды дейді, дүние болмайды, мал болмайды. Сол үшін Алла Тағала сондай қылған, әкең қалай кетеді, дүниесі өзімен бірге кетеді соны. Балаларға ол жұқпайды. Қайтадан өзің еңбек етіп, сол нәрсеге жетуің керек. Бірақ Пайғамбарымыз не деп жатыр? Өздері мұқтаж бола тұра, бергендерді Алла Тағала жақсы көреді дейді. Беру арқылы Алла Тағала сізді не істейді? Мәртебеңізді көтереді. Бір сондай уақыттар келген кезде сіз есіңізге аласыз сол кезеңді. Алла Тағала сізді сондай қылып сынап жатыр ғой. Сіз сондай бір қиыншылықтан қайтадан сондай бай дәулетті халге өткен кезде сол күніңді алып есіңе алып жүресің Құдай қаласа. Ей бауырым, ойланба, қандай қызмет менен? Мен де бір уақытта сен сияқты едім ғой мен. Аллаға шүкір, Алла Тағала маған соны беріп сынап жатқан шығар қазір. Мен сондай ағаларды танимын да, шынымен жүрген жерінде шашып жүретін ағалар бар сондай. Бірақ мен қарап отырсам, ол кісілер барған сайын көтеріліп барады. Ал логикаға салсаңыз, наоборот, ол банкрот болу керек еді негізінде. Жоқ, ондай емес. Бәлкім ол Алла жолында садақа қылған сайын, Алла жолында көмектескен сайын сіздің не болады? Берекет. Себебі әңгіме өзі цифрда емес қой ол. Әңгіме миллион, миллиардта емес. Әңгіме Алланың берекетінде. Алла сол 10 теңгеге берекет берсе жетеді сол саған. Бәріне асып жетіп жатады. Миллиард таусаң, Алла Тағала миллиард саған проблема жібереді. Өзің қайдан алып, қайдан жұмсаған өзіңді біліп түсінбей қаласың. Вроде мен миллион тапқан едім ғой, қайда кетті сол ақша деп тұрады біреулер. Мынаға кеткен, мына жаққа кеткен, ана жаққа кеткен, еще құтыламай қалды еще. Басына бәле келді сонда, құтыламай жатыр. Сол үшін не дейді? Садақа беріп мені қайтарыңдар дейді. Бәле қайтарыңдар дейді ғой. Садақа бәлені қайтарады. Бұл тағдырында бәле қайтып кетпейді. Бірақ ғалымдар айтқан, соның дозасы мөлшері азайып, сен соған шыдап бере алатындай сабырлықпен өткізіп жібереді сен дейді. Ол бәрі келеді саған. Сол сынақ келді, бірақ келді, кетті қылып қойған саған, жеңіл кетеді деген де былай. Кейде біреулер карантин болып грипп алып жатса, біреулер 2-3 мәрте түшкіріп не деді, жүре береді ғой шауып. Соның берген садақасымен Алла Тағала сондай қылып қойды оны. Кетті соңын. Аяғы түк болмағанда жүре береді.
Демек, Расулан айтқан сол, садақа бер, бәлені қайтар деп айтқан сол еді. Садақаны бермейміз де, ертең проблемалар келген кезде сосын миллион беріп құтыламай қаласың ғой сол проблемалардан. Сол үшін қазақ дейді, ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жолы не? Садақа беру. Садақа бер. Мына Рамазан келе жатыр иншалла бауырлар. Алла субханала тағала баршамызды Рамазанға жеткізсін иншалла. Осы Рамазан кезінде де нағыз садақаның әрине басқа кезінде берілу керек, бірақ осы кезеңде өте қарқынды кету керек. Рамазан кезінде. Рамазан кезінде садақа беруімізбен бірге, бірақ не? Ораза ұстауды ұмытпайық бауырлар, мына Рамазан келе жатыр ғой. Жеткізейік халыққа, бір-бірімізге жеткізейік. Негізінде мынау Рамазанның ішінде су ішу харам. Тамақ жеу харам. Әйеліңе қосылу харам. Рамазан ішінде. Енді ораза ұстамаған адамды қарап отырсаң, былайша айтқан кезде харам нәрсені жеп уланып жатыр сол адамдар. Ораза ұстамай жатыр да, су ішіп жатыр, оразаның кезінде тамақ жеп жатыр. Былайша айтқан кезде уланып жатыр сол кісілер, жеткізіңіздер. Ертең Рамазан біткеннен кейін, сосын қарасаңызда бірнеше уақыттан кейін аурудың түрлері солардан шығып жатыр. Өздері түсінбейді, қаяқтан келген өздері де білмейді. Неге? Рамазанның ішіндегі уланып қалған тамақ жетті олар ше. Ол таң атқаннан кешке уланып тұрады да тамақ. Кешке ауыз ашқаннан кейін қайтадан адал болады саған, таң атқанға дейін. Таң атқаннан кейін қайтадан сол еттер уланады. Жеуге болмайды саған, су ішуге болмайды. Харам саған, ішсең уланасың бірақ. Ішсең іше бер. Ертең оразадан кейін басқа уақыттарда сол миллиондарыңды беріп, денсаулығың сен орнына тікте алмай қаласың сен. Алла тағала сол үшін бізге оразаны парыз еткеледі де, іста деп жатыр саған. Рамазан бір жылда бір мәрте келетін мүбәрак ай ғой ол. Ол айда соны өзінің жолымен жүрмесең сен, ертең ауру саған солай келеді. Уланып жатыр адамдар қазір. Сол үшін жүреді, ана жерім ауырады, мына жерім сыздайды, көрінбеген жерім жоқ, бармаған жерім жоқ. Одан шығады да сосын тәуіпке кетіп жатыр аралап. Арыстан бап. Одан қала берсе, Маңғыстауға кетті ана Бекет атаның басына. Бекет атаның ешқандай қатысы жоқ қой сен ана жерің ауырғанына. Сен өзің ораза ұстауың керек еді ғой уақытысында, дұрыс па? Бұйырған нәрсені істеуің керек еді, тыйым салынған нәрсені тыйылу керек еді саған. Бәрін көріп көрдің де, ең соңында ойбай маған денсаулық бер, шифа бер. Ешқашан бере алмайды ол кісі саған. Ауруды берген кім? Шифасын да сол береді. Содан басқа ешкім бере алмайды. Жолыңды жауатын кім? Ашатын кім? Алла ғой. Сосын сол Бекет аталарымыз, Түркістанда Арыстан бабаларымыз, олар сен сияқты бұндай наным болмаған олар. Олар әулиелік дәрежеге жеткен адамдар ғой, әулиелер ғой олар. Олар Алланың сүйген құлдары болған сол кісілер. Алла нені бұйырды, соны істеді олар. Неден қайтарды, содан қайтқан адамдар еді олар. Сөйтіп олар дәрежесі көтеріліп, Алла әулие қылған солар, біздің бабаларымызда. Енді сен келіп алып, сонша ұсақталып кеткенің, өзіңнің атаңа сенімдісінде барып алып. Ойбай атамаға осындай бер, осындай бер. Сол үшін Алланың бұйрығын істеу керек. Рамазанда оразаң ұстада денсаулығыңды сұра. Зекетіңді берді, бәледен Алладан панасына. Я Алла, менен бәлекеліктен сақта мені, жолында ашық ете көр, келе жатқан көз тілден мені сақта деп берсей садақаңды аямай. Нешіншісі бұл? Не деп айттық? Демек, біріншісі кім дедік? Әділ басшылар деді. Әділ басшылар деді Расулалла. Екіншісі? Алла үшін дос болғандар. Үшіншісі? Жас кезінен бастап өмірі толық Алла жолында өткен адамдар. Төртіншісі? Жүрегі мешітке байланған адамдар. Бесіншісі? Беретін болдық қой, бермейтін болдық қой жетіп садақаны. Берейік, бауырлар, берейік иншалла. Алланың бергенін қайтып берейік өзіне, сөйтіп сұрайық. Не болды? Уақыт болды ма? Субханака астағфирука ва атубу илейк. Демек келесіге екеу қалды. Нешеу деп айттық басында хадисте? Жетеу дегенбіз. Субханака астағфирука рахман рахим субхана карим. Баршамыз Расул айтқандай, қияметте жүзіміз жарық болып, махшар әлемінде осы жеті сипаттың бірі болып, Алла тағала баршамыз сол жерден Алла тағала рахметіне бөлініп аршысының көлеңкесіне болып жазғайсын. Я рахман рахим, баршамызды осы Шағбан айына берекет беріп, Рамазанға жеткізгейсін. Рамазан айында өзің разы болатындай толық Рамазанда ораза ұстауға бізге күш қуат бергейсін. Я рахман рахим, осы ораза ұстау үшін адамдардың жүректеріне осы оразаны Алла тағала өзін жақсы көрсеткейсін. Я рахман рахим. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين الله